Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі столдың сәнін келтіретін нежность салатын дайындайтын боламыз. Алдымен пиязды осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Үстіне қант, тұз, 2 ас қасық уксус және қайнап тұрған ыстық судан құятын боламыз. 20-30 минутқа маринадталғанша қоямыз. Сол кезде бізде пияздың қышқыл дәмі кететін болады. Салат жасайтын ыдысымызды дайындап аламыз. Осындай кольцо болса пайдаланғандарыңыз жөн, сонда салаттарыңыз түзу, әдемі болып шығады. Кейін үстіне тауықтың етін, оның үстіне майонез саламыз. Қалғандарында бәрін солай кезекпе кезек салып отырамыз. Араларына майонез жағып. Картоптан кейін тұз себеміз. Одан кейін үстіне майонез жағып, маринадталған пияздарды салып шығатын боламыз. Үстіне майонезді жағып, сырды салатын боламыз. Сырдан кейін тағы кішкене майонез жағып, жұмыртқаның сарысын салып, салатымызды аяқтаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салаттардың бірі. Әдемілік үшін бетіне қызанақты гүл жасап, осылай әдемі етіп қойсаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.